Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен, ауыз ашарға шөлдетпейтін, дәмді, дастарханның көркін ашатын және де тез дайындалатын салат рецептісін ұсынамын. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видео рецепті түрік Рамазан пиде рецептісімен бөлісемін. Видео рецепті жіберіп алмаш үшін менің каналыма лайк басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Салатты дайындауын бастаймыз. Бізге керек ингредиенттер: консервированный тунец, піскен 3 жұмыртқа, 2 штук қызанақ, 1 штук қияр және салат жапырағы, жарты банка жасыл бұршақ пен жүгері. Ең алдымен жұмыртқаны тақтайшада тураймыз. Қолымызбен салат жапырағын бөліп ыдысымызға саламыз. Үстінен туралған жұмыртқаны саламыз. Қиярды алып, жолақтарға кесіп, видеодағыдай турап, ыдысымызға саламыз. Екі штук қызанақты турап аламыз. Ыдысымызға қызанақ, жасыл бұршақ, жүгері, дәміне қарай шымшы тұз, 1 ас қасық күнбағыс майды құйып, ақырындап араластырып аламыз. Тарелкаға салат жапырағын қойып, үстінен салат пен тунецті саламыз. Осымен жеңіл, дәмді салатымыз дайын. Көп уақытымызды алмайды, жасап көруге кеңес беремін. Видео рецепт пайдалы, ұнаған болса, арнама лайк басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Маған сіздің қолдауыңыз өте маңызды, ас болсын. Сіздермен бірге болған дәметкен.